Сәлем достар, бүгін ағылшын тілінің 105-ші нұсқасын талдайтын боламыз. Сіздермен бірге Жәнібек. Ал кеттік. Бірінші сұрақ. Sentence with phrasal verb. Фразалық етістікпен берілген сөйлемді тап дейді. Фразалық етістік деген жалпы бұл қазақ тілінде тұрақты етістік деп аударылады, яғни өзінің тура мағынасын бермейтін сөйлем барысында қолданатын сөз түрі. Бұл жерде қарайтын болсақ, А варианты keep off the grass. Осы болып қалуы мүмкін. Don't speak. Сөйлеме, бұл келмейді, бұл тура мағына беріп тұр. Яғни фразалық етістіктің ерекшелігі ол тура мағынасын бермейді етістік. Let's go. Кеттік. Бұл да болмайды. Come here. Бері кел. Бұл да келмейді. Бұл өзінің тура мағынасын беріп тұр. Have a nice time. Жақсы уақыт өткіз дейді. Бұл да келмейді. Сонда бізде дұрыс жауабы А жауабы болады екен. А жауабы. Ары қарай кеттік. Екінші сұрақ. Proverb concerning the internet. Интернетке қатысты, ғаламторға қатысты мақалды белгілеңдер дейді. А варианты. You can't teach in your mouse old clicks. Так, осы болып қалуы мүмкін. Қазір көрейік, тағы да қандай варианттар бар. Б жауабы. No pains, no gains. Яғни еңбек етпей адам жетістікке жетпейді деген жерде сөз келіп тұр. Бұл интернетке қатысы жоқ. The internet is a huge network of computers. Интернет компьютердің үлкен мөлшердегі желісі дейді. Бұл да келмейді. Бұл кәдімгі сөйлем. Д жауабы. There is no place like home. Үй сияқты орын жоқ дейді. Бұл мүлдем қатысы жоқ. Е жауабы. Nature is our mother. Табиғат біздің анамыз дейді. Бұл келмейді. Сонда бізде дұрыс жауабы А жауабы болады екен. Бұл жерде You can't teach in your mouse old clicks. Бұл дегеніміз жаңа нәрсені ескі нәрсеге үйрете алмайсың деген сондай мақал келіп тұр. Үшінші сұрақ. The correct sentence with gerund. Герундимен берілген дұрыс сөйлемді белгілеңіз дейді. Герундидің біз мына жерге мысалын жазатын болсақ, герунди бұл міндетті түрде етістікке бізде не жалғанады? ING жалған істелінеді. Яғни етістіктің артында міндетті түрде ING жалғауы тұру керек. Және де оның алдында to be болмау керек. To be етістігі болмау керек. To be етістігі болса, бұл бізде present continuous болып кетеді. Сондықтан да to be етістігі болмау керек. Енді көрейік. I am doing my homework. I am doing my homework. Мен дәл қазір үй жұмысын істеп жатырмын дейді. Бұл келмейді. Өйткені жаңағы айтқандай to be мен келіп тұр. We are watching TV now. Бұл да келмейді. Өйткені дәл қазір болып жатқан жағдай. Герундидің сөйлемдегі қызметі бұл біріншіден бастауыш бола алады және де толықтауыш бола алады. The gerund can be noun or object. С жауабы. He's going to read the book. Бұл present continuous'тың болашаққа қолданылуы, бұл да келмейді. Ол кітап оқиын деп жатыр. Д жауабы. I enjoy traveling in summer. Мен жазда саяхаттағанды ұнатамын дейді. Осы келіп қалуы мүмкін. Е жауабын қарайық. I swim every day. Бұл жерде ING мүлдем жоқ. Сондықтан да Е жауабы келмейді. Бізде бұл жерде дұрыс жауабы Д жауабы болады. Герунди болу үшін тағы бір қайталап өтейік. Етістікте, мысалы travel деген етістікте ING болу керек. Және де оның алдында ешқандай да am, is, are, яғни to be етістігінің біреуі де келмеу керек. Ары қарай кеттік.
Төртінші сұрақ. Suitable preposition. Сәйкес жалғауды қойыңдар дейді. He was born September. Яғни ағылшын тілінде айларға қатысты арнайы жалғау түрі қолданылады. Бұл бізде міндетті түрде in жауабы болады екен. Сондықтан да бұл жерде біз бірден белгілесек болады. D жауабы бізде дұрыс болады. Яғни айларды қолданатын кезде September, October, November сияқты барлығының алдында in тұрады. At, on сияқты жалғаулар бұл тұрмайды, қате болады. Ары қарай кеттік. Бесінші сұрақ. The part of speech of the bold word. Сөйлемде берілген қара мен беріліп тұрған сөз, ол қандай сөйлемнің мүшесі болып тұр дейді. I forget to shut the window. Мен ұмыттым жабуды терезені. Яғни мен терезе жабуды ұмыттым дейді. Яғни осы forget сөзі қандай сөйлем мүшесі болып тұр дейді. Infinitive болу мүмкін емес. Infinitive болу үшін сөздің алдында to болу керек, және де етістік негізгі формасында келу керек. Gerundy жаңа біз жоғарыда айтқандай gerundyда ing жүреді, және де бұл жерде forget'та ешқандай ing жоқ. Сол үшін де бұл болмайды gerundy. Verb, яғни етістік болып қалуы мүмкін. Participle ол етістіктің үшінші жағы, бұл мүлдем келмейді. Ол үшін міндетті forgotten болу керек. Adjective бұл сын есім болуы мүмкін емес. Forget, мен ұмыттым деген ол сын есім болмайды, және де бізде бұл жерде дұрыс жауабы verb, яғни forget деген сөз етістік болып тұр. Ұмыттым дейді. Келесі сұрақ. Noun forming suffix forgetful. Forgetful, яғни ұмытқыш деген сын есімнен бізге бұл жерде ұмытшақтық деген зат есімді шығаруымыз керек біз. Кеттік, суффикстарды қарап көрейік, жалғауларды. T бұл келмейді. Өйткені ол T-дің өзі adjective құратын, яғни сын есім құратын жалғау. Ness осы кеп қалуы мүмкін, өйткені ness және де meant, осы үш жалғау бізде зат есімді тудыратын жалғаулар болып табылады. Ed келмейді, ed бұл сын есім болады. Және де үшеу қалды бізде. Осыларға салып көрейік. Forgetfulness кеп қалуы мүмкін. Forgetfuler келмейді, өйткені ол мүлдем бұл бізде жалпы мұнда алып қарайтын болсақ, ол етістіктен орындаушы амалды істейтін жалғау. Мысалға teach бізде үйрету болатын болса, үйретуші деп айту үшін біз жалғауды қосамыз. Яғни жалғауы бұл бірдеңені істеуші деген етістікті зат есімді тудыратын жалғау болып табылады. Meant бұл да келмейді, өйткені meant бұл forgetful meant деген ол мүлдем қате болып табылады. Сол үшін де бұл жерде дұрыс жауабы ness болады. Forgetfulness, яғни ұмытшақтық деген сөзге келеді. Ары қарай кеттік, достар. Бізде келесі 7-ші сұрақ. The sentence with correct word order. Яғни сөйлемдегі сөздердің ретпен қойылуын белгілеңдер дейді. Жалпы бұл жерде байқап тұрғандарындай present simple'дың структурасы құрылымы келіп тұр. Бірінші вариантта the news usually I don't watch. Present simple'да біз естерінде болсын, ең біріншіден сөйлемнің ең басында міндетті түрде subject тұрады. Subject, яғни зат есім тұрады. Сондықтан да біз A вариантын бірден сызып тастасақ болады. Өйткені жаңалық өз-өзін көре алмайды. Usually бұнда сызып тастаймын, және де бізде CDE деген вариант қалады.
Present simple'дың бұл жерде байқап тұрғандарыңыздай негатив формасы келіп тұр, яғни болымсыз формасы келіп тұр. Негативті, яғни subject, одан кейін do not немесе doesn't not деген келеді. Бұл жерде үш вариантта болған келіп тұр. Және де одан кейін I don't, одан кейін мезгіл үстеулері міндетті түрде керек. Мысалы sometimes, always деген сияқты. Егер ол болмаса бірден етістік кетіп қалады. Бірақ бұл жерде бізде usually деген сөз болып тұр. Көріп тұрсыңыздар, содан кейін usually сөзі мына жерге кіріп кетеді. Subject, don't, plus time, frequency, уақыт жиіліктері, одан кейін verb. Осы структураға қарап отырып қойсақ болады. Subject, don't, одан кейін usually. Яғни E варианты бұл жерде ол да кетіп қалады. Және де уақыт үстеуінен кейін plus verb, яғни етістік тұру керек. Usually'дан кейін бұл жерде Z тұр, бұл қате болды уже. Демек, бұл жерде дұрыс жауабы бізде C варианты болады екен. Ары қарай кеттік. Келесі сұрақ. The suitable structure. Сәйкес келетін структураны қойыңыз дейді. Jam in the jar. Is there, are there, яғни бұл жерде jam, яғни варенье бар ма дейді. In the jar, ыдыста, яғни банкада варенье бар ма дейді. There is, there are деген екі структура бар бізде. There is. Және де мушка дұрыс болмай тұр. There is, there are деген екі бізде структура бар. Және де бұл бірдеңенің бір жерде бар екенін білдіретін бізде структура болып табылады. Алайда there are деген бұл көпшілікке, there is бұл тек жалғыз нәрсеге. Енді jam бізде варенье жалғыз болғандықтан бізде there is қолданылады. Ал осыдан сұрақ белгісін қоятын болсақ, бар ма деген болатын болса, біз осы to be-дің етістігін мынаны алдына шығарып жүреміз. Is there болу керек. Is there және де сұрақ белгісінде any бізде қосымша көмекші сөз бізде міндетті түрде жүру керек. Сұрақ белгісі болғандықтан. Is there no келмейді. Is there no келмейді. Бұл мүлдем қате болады. Are there келу мүмкін емес, өйткені jams болатын болса are болу керек еді. Is there some сөз көмекші сөзі бұл positive sentence та болады, яғни бұл жерде positive емес, бізде question sentence. Are there тағы келмейді, өйткені are бізде көпшілік түрде. Is there any, міне осы вариант бізде келіп тұр. Бар ма, қандай да бір дейді. Варенье банкада. Ары қарай кеттік. 9-шы сұрақ. The correct tag question. Дұрыс сұраулы сөйлемді белгілеңіз дейді. Tag question енді бұл жерде бізде қазақ тілде солай ма деген сияқты сөздермен аударылады. Аударып көрейік. He has got a great sense of responsibility. Ол балада жауапкершіліктің сезімі өте жоғары дейді. Яғни осы жерге біз солай емес пе деген сұрақ қойымыз керекпіз. Tag questionның бір ерекшелігі, бұл жерде қандай етістік келетін болса, мысалы he has болып тұрса, мына жақта has not деп келу керек. Мысалға you are teacher, aren't you дегендей. Сондықтан да осы структураға салып көрейік. Яғни мына жағында міндетті түрде not деген отрицательный болымсыз бөлшек тұру керек. Has he келмейді, has he got келмейді, hasn't he келуі мүмкін, doesn't he келмейді, өйткені сөйлемнің бірінші бөлшегінде қандай етістік келетін болса, екінші бөлшегінде де тура сондай етістік келу керек. Яғни бізде do, does болып тұрған жоқ, сондықтан да мұны алып тастаймыз. He hasn't, he get
бұл да келмейді, өйткені бас жағы келіп мына get деген сөз бізге артық қосылып кетті. Сондықтан да бұл жерде дұрыс жауабы с жауабы болады екен. He hasn't he. Так questionның ерекшелігі, бұл жерде қандай етістік келсе, has, ол жақта hasn't he деп келеді. Яғни мына екеуінің орнына ауысып келеді. Ары қарай. The correct variant. The largest and the most famous city of Australia is. Австралияның ең үлкен және де ең атақты қаласы бұл бізде қандай қала дейді. Әлбетте бұл бізде Австралиядағы ең үлкен және атақты қала, барлық адам білетін астанасы Сидней қаласы болып табылады екен. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.